O келіншек зап қойын деп жатыр ғой біреу. Жоқ, енді кішкене аяғында біз қыздармен келгенді билейді ғой. О кісінің жігіті бар ғой? О кісі кетіп қалғанда билеп қылайды ма? Митхуны бар ғой о кісінің. Міне, кім бұл көкем бар? Қалай көңілдеріңізден шықты ма? Айта бір бөлек көңілдеріңізден. Жетеді ғой бізге соның өзі бір қуаныш. Сіздің келгеніңіздің өзі қуаныш дейді. О, рахмет. Міне, сіз 62-десіз, көкем 57-де. Bir сұрақ сұрайыншы. Көкем апамды сүйем деп айтасыз ба? Иә. Өлі! Иә дейсіз. Мана дейсіз. Сіз сияқты мына сіздің ағаңыз жүз көкемді айтады. Ал оны тек қана әшейін сіз сияқты дауыспен айта салмайды. Әнмен айтасыз, иә? Әнмен мен қартайсам да сүйем деймін. Бұл кісілер де бір-бірінен ұрпағы мәңгі бірге болсын деп, ұрпағы қоя берсін деп, қартайғанда бұл кісілер де сүйіп жүр ғой. Мына балалары да келіндері де бір-бірін мәңгі бақи қартайса да бір-бірін жақсы көрсін деген бір ән айтып билетсін ба? Бол. Әне. Қаттырақ шығармашы, қатты шығар, қаттырақ. Қаттырақ шығар.